Сәлеметсізбе? Бүгін біз ірімшікпен запеканка жасаймыз. Оған керек ірімшік, тұз, қаймақ, қант, манка, сары май, ерітілген және ванилин. Сары майды мискаға құямыз. 6 ас қасық қант қосамыз. Тұз қосамыз. Енді қаймақ қосамыз. 6 ас қасық. Қалауынша ванилин қосамыз. Жақсылап араластырамыз. 6 ас қасық манканы қосамыз. Араластырамыз. Ірімшік қосамыз. 1 келдей. 6 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаларды қосып, енді блендермен жақсылап тұрып араластырамыз. Енді миксермен 5-7 минуттай араластырамыз. Осындай ірімшік болды. Миксермен 7 минут араластырдық. Форманың астына қағаз салдық. Май жақтық. Ірімшігімізді саламыз. Енді осылай бетін тегістейміз. Духовкаға 160 градусқа қоямыз. 1 сағат әлде 1,5 сағат піседі. Беті қызарғанда көреміз. Зубочисткамен көреміз. Кесіп дәмін көрейік. Өте жұмсақ. Осындай запеканкамыз дайын болды. Міне қараңыз. Өте дәмді. Міндетті түрде істеп көріңіз. Біздің каналымызға жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, сау болыңыздар.